Қайырлы күн, құрметті әріптестер және шақырылған қонақтар, құрметті депутаттар, баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Сенаттан 50 депутаттан қатысып отырған 49 депутат, мәжілістің 98 депутатынан қатысып отырған 96 депутат. Жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар. Құрметті әріптестер, біздің бүгінгі бірлескен отырысымызға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қатысып отыр. Сонымен бірге, парламенттің бірлескен отырысына еліміздің премьер-министрі, мемлекеттік кеңесші, президент әкімшілігінің басшысы, үкімет мүшелері, Қазақстан президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың басшылары, республикалық маңызы бар қалалардың және облыстардың әкімдері, ұлттық компаниялардың жетекшілері, ұлттық құрылтай мүшелері, президент жанындағы консультативтік кеңесші органдардың, омбудсмендер институтының, саяси партиялардың, бизнес және қоғамдық ұйымдардың, зиялы қауым, діни бірлестіктер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, әр саланың үздік мамандары, еңбек династиялары мен жастар арнайы шақырылды. Құрметті депутаттар, парламент палаталарының бірлескен отырысын ашық деп жариялаймын. Құрметті әріптестер, Республика Конституциясының 44-ші бабының 1-ші тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан халқына елдегі жағдай мен республиканың ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы жыл сайын жолдау арнайды. Сөз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа беріледі. Құрметті депутаттар, өткен аптада парламенттің жаңа сессиясы ашылды. Қызметтеріңізге табыс тілеймін. Алдыңғы сессия жемісті болды деп күмәнсіз айтуға болады. Елге қажетті көптеген заң қабылданды. Халықтың көкейінде жүрген өзекті мәселелер көтерілді. Жан-жақты талқыланды. Депутаттар жазғы демалыс кезінде аймақтарға барып, азаматтармен кездесті. Енді жұртшылық айтқан мәселелерді саралап, үкіметпен бірге пысықтап, осы сессия барысында ескеру қажет. Жалпы парламент депутаттары
елімізде түбегейлі реформалар жасау жолында маңызды рөл атқарып келеді. Сіздерге зор ризашылығымды білдіремін. Қымбатты отандастар, құрметті парламент депутаттары және үкімет мүшелері. Қазір дүние жүзі жаңа тарихи дәуірге қадам басты. Бұл дәуірдің барша адамзат үшін оңай болмайтыны анық. Алпауыт елдер мен халықаралық одақтар арасындағы қарама қайшылықтардың ауқымы өсіп бара жатыр. Халықаралық қатынастағы шиеленістер мен озбырлықтың салдарынан қақтығыстар мен соғыстар белең алды. Кейбір мемлекеттердің ішкі және сыртқы саясатында әсіре ұлтшылдық күшейді. Әлем экономикасында теңсіздіктер мен қайшылықтар ұшуға түсті. Кейбір мемлекеттер экономикалық дамуда қарта қалып, кейбір елдер жасанды интеллект саласында теңдессіз табысқа жетуде. Халықаралық құқықтың мән маңызы кете бастады. Ал Біріккен ұлттар ұйымы өзінің рөлі және мәртебесіне сай қазіргі басты түйткілдерді шешуге қауқарсыз болуда. Экологиялық және техногендік апаттардың кесірінен түрлі елдердің экономикасы орасан шығынға батуда. Батыстағы этносаралық, дінаралық үйлесім мен мәдени әралуандық тұжырымдамасы дағдарысқа ұшырады. Жаһандық деструктивті күштер ұлттық мәдениеттер мен дәстүрлердің іргесін шайқауда. Босқындардың саны көбейіп, көші-қон дағдарысы туындады. Адам саудасы, қару-жарақ пен есірткі саудасы да өршіп тұр. Бұрын соңды болмаған мүлде жаңа сын қатерлер күллі адамзаттың қауіпсіздігіне нұқсан келтіруде. Тіпті жасанды интеллектіні пайдаланып, аса қауіпті қару жасайтындар пайда болды. Геосаяси ахуалдың түбірімен өзгере бастағанын аңғартатын басқа да факторлар аз емес. Қысқаша айтсақ, әлемде жаңа геосаяси тәртіп орныға бастады. Қазақстан әлем қауымдастығының ажырамас бөлігі. Мемлекетіміз Евразия құрылымының дәл ортасында орналасқан. Қазіргі заман бұлыңғыр, тұрақсыз болса да, біз бәріміз жаппай цифрландыру және жасанды интеллект дәуіріне қадам бастық. Менің негізгі мақсатым осындай түрлі қатерге толы кезеңде еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуын және қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Өскелең ұрпақ бақытты, берекелі өмір сүруге тиіс. Сол үшін бәріміз бір ұлт болып, табанды еңбек етуіміз керек. Бұл баршамызға ортақ, өте маңызды жұмыс, аса жауапты, азаматтық және ұлттық міндет. Жұмысымыз қаншалықты күрделі болса да, біз міндетті түрде табысқа жетуіміз керек. Басқа жол жоқ, себебі бұл еліміздің болашағы, халқымыздың тағдыры. Сондықтан барлық реформаны салмақты көзқараспен, мұқият, жан-жақты ойластырып, сапалы түрде жүзеге асыруымыз керек. Баршаңызға мәлім, соңғы жылдары Қазақстанда ауқымды өзгерістер жасалды. Еліміздің саяси жүйесі, анағұрлым озық әрі ашық бола түсті. Азаматтарымыздың сана сезімі, болмысы өзгеріп жатыр. Соның арқасында халқымыздың мемлекеттік институттарға, заңға және әділдік пен тәртіпке деген сенімі нығаюда. Бірақ алдымызда ауқымды жұмыс бар. Қоғамды жаңғырту үшін әлі де көп шаруа атқаруымыз керек. Қазір ел экономикасында реформалар жүргізіліп жатыр. Инфрақұрылымға және жаңа өндіріс орындарын ашуға қомақты инвестиция салынып жатыр. Мұның бәрі халықтың әл-ауқатын және еліміздің әлеуетін арттыру үшін жасалып жатқаны айдан анық. Жасанды интеллектінің қарқынды дамуы қазірдің өзінде халықтың, әсіресе жастардың мінез құлқы мен болмыс бітіміне әсер етіп жатыр. Басқаша болу мүмкін емес. Себебі бұл үрдіс
бүкіл әлемде қалыптасқан тәртіпті және адамдардың өмір сүру салтын бір жола өзгертуде. Біз бұған дайын болып, батыл әрекет етуіміз керек. Әйтпесе артта қалудың салдары өте ауыр болады. Сондықтан мен алдымызға өте маңызды стратегиялық мақсат қойдым. Қазақстан 3 жыл ішінде міндетті түрде жаппай цифрлық ел болу керек. На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологий искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие цифрового кодекса. Данный закон должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты. Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления с многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Сондықтан, қазіргі құзырлы министрліктің негізінде жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігін құру қажет деп санаймын. Жаңа министрлікті премьер-министрдің орынбасары деңгейіндегі маман басқару керек. Үкімет экономиканың барлық саласын жаңғырту үшін жаппай жасанды интеллектіні енгізу қажет. Қазақстанды бәсекеге қабілетті ел ретінде дамытамыз десек, жұмысымызды жаңаша тәсілмен жүргізуіміз керек. Осы орайда алдымызда тұрған мынадай маңызды міндеттерге тоқталып өткім келеді. Бірінші мәселе. Елімізге қомақты инвестиция тарту керек. Қазір дүние жүзінде инвестицияға талас күшейіп барады. Жаңа инвестициялық кезеңді бастауымыз қажет. Қазіргі инвестиция тарту саясаты мардымды деп айта алмаймын. Қаражаттың көбі шикізат салаларына құйылып жатыр. Жалпы бұл жаман емес. Осындай инвестициялар бізге қажет. Бірақ қазір алдымызда тұрған міндет басқа. Бұл өңдеу саласына көбірек қаражат тарту. Сондықтан үкімет инвестиция саясатына басқаша көзқараспен қарау керек. Қажет болса, жоғары технологияларға салынатын инвестицияларға жеңілдік беруге болады. Сондай-ақ мемлекеттің инвестициясы мен жеке бизнестің ірі бастамаларына бірдей назар аудару қажет. Ірі инвесторлармен қатар орта және шағын инвесторлармен тығыз байланыста жұмыс істеу керек. Қаражаттың қай бағытқа, қандай мақсатпен және қанша көлемде қажет екенін нақты білу қажет. Инвестицияға тапсырыс өндірістің сұранысына сай жасалу керек. Еліміздегі инвесторлармен қарым-қатынас жүйесі күрделі әрі бытыраңқы. Қағазбастылық көп, түрлі органдардың құзыреттері қайталанады. Ал қазіргі күрделі ахуал кезінде инвестиция тарту кезек күттірмейтін мәселе. Бізге жаңа ұстаным керек. Қалай болса да, инвестиция тарту бойынша барлық үйлестіру жұмысы тікелей премьер-министрге жүктеледі. Жаңа министрлік құрудың қажеті жоқ. Бірақ көзге оттай басылатын нәрсе. Елімізде бірде-бір мекеменің атауында инвестиция деген сөз жоқ. Инвестиция тіпті жетім бала сияқты 3-4 мекемеге ортақ мәселе болып, өз жолын таппай жүр. Сондықтан премьер-министр 10 күн ішінде нақты ұсыныс беруге тиіс. Бұдан бөлек үкіметке инвестиция тарту жүйесін түгел жаңғырту жөніндегі нақты іс-шаралар жоспарын мейлінше қысқа мерзім ішінде әзірлеуді тапсырамын. На мой взгляд, пришло время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. Надо сказать, Генеральная прокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов. В казну возвращено около 850 миллиардов тенге.
Эти средства направлены на возведение 10 школ и 4 спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водной инфраструктуры. Ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет. Бұдан бөлек, инвесторларға ұсынылатын салық жеңілдіктерін мұқият ойластырып байыппен қолданған жөн. Ел экономикасы үшін маңызы, пайдасы бар жобаларға басымдық берілуге тиіс. Жалпы, инвестициялық келісім жасау тәсілі өз тиімділігін көрсетті. Біз ұлттық қордың тұрақты даму құралы ретіндегі рөлін қайта қарауымыз керек. Қорды қосымша инвестиция көзі ретінде қолдану үшін ел ішіндегі болашағы зор және нарықтағы әлеуеті жоғары болатын жобаларға қаржы бөлуге болады. Ең бастысы, қаражатты мұқият ойластырып жұмсау керек. Бұл іске қажетті болса, сапалы сараптама жасай алатын халықаралық деңгейдегі басқарушылар мен инвесторларды тартуға болады. Экономикамыздың жоғары технологиялық салаларына 1 миллиард долларға дейін инвестиция тарту туралы бағдарлама әзірлеу қажет. Оны үкімет ұлттық банкпен бірлесіп дайындауға тиіс. Жаңа инвестициялық кезеңді ойдағыдай бастау маңызды. Екінші дәрежелі банктер нақты секторға белсенді түрде қаржы салу керек. Бұл мәселе қоғамда баяғыдан қызу талқыланып жатыр. Осы жұмысты көп созбай қолға алу қажет. Қазақстандағы банктердің активтері мен қаражаты дамыған елдерге қарағанда орта есеппен бірнеше есе көп пайда әкеледі. Себебі біздің банктер экономикаға несие бергеннен гөрі қаржылық тәуекелі төмен бағыттарға ақша салғанды жөн көреді. Осы мәселені депутаттар, сарапшылар үнемі көтеріп жүр. Ұлттық банк пен үкімет банктердің ақшасын экономикаға барынша тартудың тиімді тәсілдерін табу қажет. Енді бұл мәселені созуға болмайды. Шұғыл шешу қажет. Важным шагом в этом направлении станет принятие закона о банках, учитывающего технологические изменения и потребности экономики. В законе надо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечения на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Правительству совместно с агентством по регулированию финансового рынка следует всесторонне проработать данный законопроект. Прошу депутатов принять его до конца года. Цифрлық активтердің толыққанды эко-жүйесін тезірек қалыптастырған жөн. Цифрлық теңгенің енгізілуі бұл жұмысқа септігін тигізіп жатыр. Қазіргі таңда жобаларды ұлттық қор есебінен қаржыландыру кезінде цифрлық теңгені қолданып жүрміз. Енді оның қолдану аясын одан әрі кеңейту қажет. Цифрлық теңгені республикалық және жергілікті бюджетте, мемлекеттік холдингтердің бюджетінде пайдалануға болады. Қазіргі заманның талабын ескере отырып, крипто активтерге баса назар аудару керек. На базе инвестиционной корпорации Национального банка следует создать государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада. Жаппай цифрландырудың соның ішінде банк саласын цифрландыру ісінің пайдасы көп екені сөзсіз. Бірақ оның қауіп қатері де аз емес. Соңғы жылдары онлайн алаяқтық мемлекеттің және азаматтардың қаржылық қауіпсіздігіне үлкен нұқсан келтіріп жатыр. Сондықтан кейбір қылмыспен күресу үшін антифрод орталығы құрылды. Биометриялық анықтау жүйесі енгізілді. Банктердің микроқаржы ұйымдары және байланыс операторларының жауапкершілігі күшейді. Дегенмен бұл мәселеге үнемі жіті назар аудару қажет. Құзырлы органдардың жұмысын ұдайы жетілдіріп отырған жөн.
кейбір қылмыстардың алдын алуға мүмкіндік беретін барынша интеллектуалды жүйе құру керек. Қажет болса, тиісті заңға және құқық қорғау органдарының қызметіне өзгерістер енгізген жөн. Во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития. Нашим новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Для реализации этого общенационального по своей сути проекта выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети. В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Алатау-Сити. Следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы Алатау-Сити. Необходимо в течение 10 дней подготовить проект указа о предоставлении городу специального статуса с прямым подчинением правительству. Затем в течение не более полугода следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты. Подчеркну, особый правовой статус – это не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге. Алатау-Сити должен стать первым полностью цифровым городом региона, от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни. Тағы бір мәселе. Өңірлерге инвестиция тарту барысында арнайы экономикалық аймақтар айрықша рөл атқарады. Алайда, олардың көбінің жұмысы мәз емес. Бұл мәселе бойынша әңгімелер талай рет айтылды. Үкімет арнайы экономикалық аймақтардың тиімділігін арттыру үшін терең сараптама жасап, түбегейлі шаралар қабылдауға дайын болу керек. Арнайы экономикалық аймақтарды басқаруға жеке компанияларды қажет болса, шетел компанияларын тартуға болады. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар аймақтардың экономикалық өсімін арттыратын қозғаушы күш болуға тиіс. Бірақ көбі коммуналдық мүліктерді басқарумен және аса маңызды емес жобаларды жүзеге асырумен шектеліп отыр. Олардың аймақ экономикасына әсері шамалы. Үкімет осындай корпорацияларды толыққанды даму институтына айналдыру керек. Инвестиция тарту орталық атқарушы органдардың ғана міндеті емес. Осы маңызды жұмысқа жергілікті билік те атсалысып, бәрі жұмыла жұмыс істеуге тиіс. Әкімдердің аймақтағы инвестициялық ахуалға тікелей жауапкершілігін белгілеу керек. Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі аймақтардың инвестициялық тартымдылық индексін енгізуге тиіс. Мүмкін бұл жұмысқа тәуелсіз сарапшыларды тартқан жөн болар. Важнейший ключевой вопрос создания благоприятного инвестиционного климата – это макроэкономическая стабильность. Но сегодня главная проблема – это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует. С ней сталкивается большинство государств, и она, по сути, универсальна, но в наших условиях приобрела особенно острый характер. Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга, преодолевать не вчера возникшие трудности с учетом передового мирового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры. Правительство и Национальный банк должны действовать как одна команда с учетом сложности ситуации, перед которой стоит задача общегосударственного характера.
Сейчас не время заниматься перетягиванием каната. Екінші мәселе, өңдеу өнеркәсібінің дамуына жаңа серпін беретін уақыт келді. Бұл бағытта соңғы 5 жылда бірқатар жетістік бар деп айтуға болады. Өңдеу өнеркәсібінің жалпы қосымша құны 2 есе өсіп, 17 триллион теңгеге жуықтады. Ал оның жалпы ішкі өнімдегі үлесі 12-де 4%-ға жетті. Былтырдың өзінде 163 жаңа өндіріс іске қосылды. Соның нәтижесінде 12,5 мың тұрақты жұмыс орны пайда болды. Мысалы, Алматы, Қостанай, Қарағанды, Атырау облыстарында машина жасау және металлургия саласындағы ірі кәсіпорындар ашылды. Биыл Алматыда әртүрлі автокөліктер шығаратын Қазақстандағы ең үлкен өндіріс орны жұмысын бастады. Бірақ бұл әрине жеткіліксіз. Экономиканы әр тараптандыруды тың қарқынмен жалғастыру керек. Ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті, терең өңделген өнім шығаруға басымдық берілуге тиіс. Қазір бұл жұмыс жүйесіз жүргізіліп жатыр. Қолдау шарасын ұстанымдары мен талаптары әр түрлі институттар жүзеге асырады. Мұндай ахуал кәсіпкерлерді әбден шатастырады. Бұл саланы ретке келтіріп, үйлестіру жұмысын толығымен қолға алу қажет. Надежной опорой индустриального каркаса Казахстана традиционно служит горно-металлургический комплекс. Его доля в экономике страны составляет 8%. Но отрасль имеет большие резервы для роста, особенно в выпуске продукции высоких переделов. Учитывая глобальные тенденции, особую значимость приобретают редкоземельные металлы и другие критические материалы. В этой сфере Казахстан располагает всеми возможностями, чтобы прочно встроиться в мировые производственные и торговые цепочки. В ближайшие 3 года мы обязаны запустить не менее 3 предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции указанного профиля. И правительству также предстоит реализовать ряд флагманских проектов по глубокой переработке углеводородного сырья. Атырауда ірі газ-химия кешенінің құрылысы басталды. Павлодарда сұйытылған газды терең өңдеуге арналған жоба қолға алынды. Осы кәсіпорындардың дер кезінде іске қосылуын қамтамасыз ету керек. Ілеспе газ бен сұйытылған мұнай газын қажетке жарату мәселесін түбегейлі қайта қараған жөн. Оны толыққанды экономикалық ресурсқа айналдыру қажет. Инвесторлар жобаларды жүзеге асырған кезде газ шикізатынан тапшылық көріп отыр. Сондықтан бұл мәселені де шешу жолдарын табуымыз керек. Инвесторларды ұзақ уақыт газбен қамтамасыз етуге нақты кепілдік беретін жаңа тәсілдер ойластырған жөн. Жобаның бәрін дер кезінде іске асырып, экономиканы цифрлық тұрғыдан жаңғырту үшін электр энергиясы жеткілікті көлемде болу қажет. Қазір біз қуат көздерін жан-жақты жаңғыртып жатырмыз. Шетел инвесторларының қатысуымен ауқымды жобалар жүзеге асуда. Мысалы, алдағы 5 жылда қуаты 6,3 гигаватт болатын жасыл энергия нысандарын іске қосу жоспарланған. Бұл қадам еліміздегі жасыл энергияның үлесін едәуір арттырады. Бірақ Қазақстанның түпкі мақсаты қуат көздерін өзгерту емес. Бұл ең алдымен еліміздің энергия жүйесінің нақты мүмкіндігі мен мемлекетіміздің ұзақ мерзімді мүдделеріне негізделген тұрақты даму жолы. В этой связи принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с Росатом. Для стабильного роста экономики, пожалуй, этого недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства 2-й и даже 3-й атомной станции. На недавней встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве наших стран в атомной отрасли. Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе, что соответствует цели обеспечения нашего энергетического суверенитета. С учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане, особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Наши природные преимущества надо умело использовать на благо развития страны. Тағы бір маңызды міндет – геологиялық барлау жұмыстарын күшейту. Елімізде ауқымды аэрогеофизика зерттеулері әбден ескірген. Цифрлық құралдарды пайдалана отырып, жер қойнауының заманауи картасын жасайтын уақыт келді. Мұндай қадам кен орындарының әлеуетін жаңа сапалық тұрғыдан бағалауға мүмкіндік береді. Бұл жұмысқа да халықаралық сарапшыларды тартуға болады. Әрине, ғылыми негізі болмаса, барлау жұмысын ойдағыдай жүргізу мүмкін емес. До середины следующего года на базе Национальной геологической службы следует открыть сертифицированную лабораторию, соответствующую передовым международным стандартам. Предстоит ускорить процесс оцифровки и систематизации всей геологической информации, прежде всего путем внедрения искусственного интеллекта. Геологиялық барлау және жер қойнауын игеру саласындағы реформалардың заң жүзіндегі және іс жүзіндегі рәсімдерін жыл соңына дейін аяқтау керек. Үшінші мәселе – ауыл шаруашылығын жаңа деңгейге көтеру қажет. Бұл салаға тың серпін беру үшін мемлекет соңғы жылдары реформа жүргізіп жатыр. Қомақты қаражат бөлінуде. Биыл шаруаларды қолдауға 1 триллион теңге жұмсалды. Қажетті несиелер уақытында берілді. Мұндай ауқымды қолдау елімізде бұрын соңды болмаған. Бірақ агроөнеркәсіптің орасан зор әлеуетін толық ашуға бұл шаралардың әзірге жеткіліксіз екені анық. Мәселе қаражаттың көлемінде емес. Ең бастысы, оны тиімді пайдалану қажет. Озық агроэкономикаға көшу үшін үкіметтің нақты жоспары болу керек. Қазір ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдейтін бір қатар ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Оған отандық және шетелдік инвесторлар қатысуда. Инвестицияның жалпы көлемі 2 миллиард доллардан асады. 3000-нан астам жұмыс орны ашылады. Өнімдер әлемнің көптеген еліне тасымалданады. Мұндай жобалардың ауқымын кеңейту қажет. Әр аймақта дайын өнімді өндірістен дүкен сөресіне дейін жеткізетін әрбір өңірдің ерекшелігіне қарай бір тұтас жүйелі қалыптасу керек. Көптеген аймақта өндірістің барлық сатысын қамтитын өздік агрокәсіпорындар бар. Оларды жұртшылық жақсы біледі. Бұл кәсіпорындар цифрландыру тәсілдерін жаппай енгізу арқылы өндірістің тиімділігін әлдеқайда арттыруда. Өздік агро кәсіпорындар ауыл шаруашылығы өнім шығарудан бастап, оны терең өңдеуге дейін тұтас өндірісті толығымен жолға қойып, зор табысқа жетіп отыр. Сондықтан осындай агрохолдингтердің тәжірибесін тарту үшін барынша жағдай жасаған жөн. Бұл құзырлы министрліктің және қоғамдық ұйымдардың міндеті. Мұндай қадам инновациялар мен ғылыми жаңалықтарды ауыл шаруашылығында кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда ең өзекті міндеттің бірі бұл агрохабтар және логистика орталықтарын дамыту. Атап айтқанда, шетел инвесторлармен серіктестікті нығайту керек. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ескеру қажет. Отандық кәсіпкерлер қазіргі заман талабын дұрыс түсінбесе, яғни жасанды интеллектіні қалайша тиімді пайдалануға болатынын білмесе, табысты бизнес серіктестігін құра алмайтыны анық. Министрлік мал шаруашылығы саласындағы агробизнесті қолдау жоспарын әзірлеп, нақты қаржыландыру шараларын бастау керек. Басты мақсат ішкі нарықты етпен толық қамтамасыз ету. Сонымен қатар, осы саланың экспорттық әлеуетін күшейту.
Стратегическая задача правительства – до минимума сократить зависимость национального продуктового рынка от импорта. Конечно, стопроцентное самообеспечение невозможно, да и, наверное, не нужно. Но то, что сейчас творится на нашем рынке, это постыдная ситуация. Кроме того, следует активно продвигать традиционную национальную продукцию на зарубежные рынки. Поэтому нужен конкретный план аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии. Это задача не одного Минсельхоза, а ряда госорганов, поэтому нужна координация действий на уровне руководства правительства. И правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли. А депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами. Выяснилось, что наши предприниматели не получают в нужном объеме государственную поддержку в сравнении с предприятиями других стран Евразийского экономического союза. Поэтому находятся в невыгодных условиях и вынуждены уступать конкурентам даже свой рынок. В частности, речь идет о производителях молока. Жер стратегиялық ресурс. Оның бар игілігі елді дамытып, халықтың тұрмысын жақсартуға арналу керек. Мен игерілмей бос жатқан және заңсыз алынған ауыл шаруашылығы жерлерін кері қайтарып, оны қайта бөлу туралы тапсырма бердім. Жер иесіз қалмауы тиіс. Жерді тек қана оның қадірін білетін азаматтарға беру керек. 2022 жылдан бері жалпы аумағы 13,5 миллион гектардан астам жер қайтарылды. Бірақ әкімдер соның 6 миллион гектарын ғана жаңа жер игерушілерге бөліп берген. Иесін тапқан жер өндірістің ошағына, инвестиция көзіне, қайнаған еңбектің ортасына айналу қажет. Бұл анық нәрсе. Сондықтан әкімдер қайтарылған жердің бәрін келесі жылдың ортасына дейін тұрақты айналымға енгізу керек. Бұл шара арқылы жайылым тапшылығы мәселесі де шешілуге тиіс. Жалпы жер қатынастарына қатысты заңсыздық пен қағазбастылықты жою қажет. Сол үшін ауыл шаруашылығы жерлерін беру тәсілдерін түбегейлі өзгерту керек. Осыған орай жерді бөлуге қатысты шешім цифрлық форматта электронды конкурстар арқылы қабылдануға тиіс. Үкімет жыл соңына дейін заңнамаға тиісті өзгертулер ұсыну қажет. И в этой сфере особенно важно шире использовать цифровые технологии. Уже сейчас космомониторинг и геоаналитика помогают выявлять неиспользуемые земли и возвращать их в оборот. Нужно двигаться дальше. Требуется повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель с применением искусственного интеллекта, на базе которого должна проводиться глубинная аналитика качества земель, урожайности, состояния и распределения сельхозкультур. Кстати, это касается и лесного хозяйства. В Северо-Казахстанской области недавно обнаружено 9000 гектаров бесхозного леса. Кроме того, следует создать единую цифровую карту земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре. Долгосрочный динамичный рост агропромышленного комплекса уже невозможен без ускоренного развития прикладной аграрной науки. Однако при довольно значительных бюджетных вложениях отдача от агронауки все же еще остается невысокой. Уровень коммерциализации разработок не превышает 17%, а работать в эту сферу идут всего 40% профильных выпускников. Разрыв между агронаукой и жизнью на земле сохраняется. Ранее мною поручалось преобразовать Национальный аграрный научно-образовательный центр в агротехнологический хаб.
Нужен четкий план развития агронауки, нацеленный на применение цифровых технологий и существенное повышение производительности отрасли. Особое внимание следует уделить ветеринарии и фитопатологии, слабое развитие которых серьезно ограничивает конкурентоспособность нашего агропромышленного комплекса. Төртінші мәселе. Көлік логистиканы одан әрі дамыту керек. Еліміз Европа мен Азияның арасын жалғап тұрған аса маңызды көпір болып саналатыны кеңінен белгілі. Былтыр біздің территориямыз арқылы жүк тасымалдау көлемі 1 миллиард тоннадан асты. Сонымен бірге еліміздің транзиттік әлеуетін арттыруға әлі де зор мүмкіндік бар. Солтүстік-оңтүстік көлік дәлізі Парсы шығанағы мен оңтүстік Азия елдерінің нарығына тікелей жол ашады. Ал шығыс-батыс дәлізі мен Қытайдың бір белдеу, бір жол жаһандық бастамасы Қазақстанның Евразиядағы негізгі құрлық жолы ретіндегі рөлін күшейте түседі. Сондай-ақ біз үшін Транскаспий көлік бағытын дамытудың маңызы арта бастады. Бұл бағыттардың бәрі бір тұтас жүйе сияқты жұмыс істеп елімізге едәуір табыс әкелу керек. Сондай-ақ инфрақұрылымды жақсартуға жаңа инвестиция тарту қажет. Сапалы жұмыс орындарын ашуға ықпал етуге тиіс. Осы орайда цифрлық тәсілдерді ауқымды түрде қолданған абзал. Онсыз ешқандай тиімділік болмайды. Надо предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности. Об этом сейчас много говорится, в том числе и на международных форумах. Для Казахстана, как крупной транзитной территории, данное направление имеет особое значение. Недавно удалось направить первую партию зерна во Вьетнам через китайский порт Ляньюнган. Планируется строительство железной дороги по маршруту Тургунди-Герат в Афганистане с перспективой выхода на рынок Пакистана. Но этим возможности открытия новых транспортных маршрутов и новых рынков не ограничиваются. Впереди много работы. Жалпы, әлемде транзит үшін бәсеке күшейіп бара жатыр. Басқа да арзан балама бағыттар мен жолдар ұсынылуда. Транзиттік тасымалдың көлемін арттырамыз десек, біз алдын ала әрекет етіп, әрдайым бір қадам алда болуымыз керек. Тағы да қайталап айтарым. Инфрақұрылымды жаңғырту ісін одан әрі жалғастырып, осы саладағы озық ел болу үшін цифрландыру мен жасанды интеллектіні кең ауқымда пайдаланған жөн. Биыл ұзындығы 836 шақырым болатын Достық Мойынты темір жолының екінші желісі іске қосылады. Жобаны өз күшімізбен өте қысқа мерзім ішінде жүзеге асырдық. Бұл жолдың мән маңызы ерекше, себебі шығыс-батыс бағытының жүк өткізу мүмкіндігін айтарлықтай арттырады. Бірақ мұнымен тоқтап қалуға болмайды. Үкімет Бақты Аягөз, Қызылжар Мойынты жобаларын уақытылы жүзеге асыруға тиіс. Себебі аталған жобалар еліміздегі темір жол жүйесінің толық қаңқасын қалыптастырады. Сондай-ақ негізгі дәліздер аясында автомобиль жолдарын дамытуға баса мән берген жөн. Қазір елімізде 13 мың шақырым автокөлік жолдары салынып, жөнделіп жатыр. Жол салған кезде транзиттік дәліздердің мән маңызына баса көңіл аударған жөн. Сексеуіл-Бейнеу жолының құрылысын тездету керек. Осы жолдың арқасында Қазақстан аумағы арқылы Қытайдан Европаға жүк тасымалдау мерзімінің 3-тен 1 қысқарады. Сонымен қатар, көлік жүйесін басқарудың жаңа үлгісін жасаған жөн. Себебі мемлекет инвестициясының экономикалық қайтарымы айқын болу тиіс. Контейнер мен жүк тасымалдау ісіне тың серпін беру керек. Әлемде құрлық арқылы тасымалданатын жүктің 16%-дан астамы контейнермен жіберіледі. Бірақ елімізде оның үлесі әлі де төмен, небәрі 7%-ға жоқ. Правительству нужно принять специальную программу
направленную на стимулирование именно контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов. В повышении конкурентоспособности и увеличении внутренних перевозок ключевую роль играет рациональная, понятная тарифная политика. Существующая система тарифообразования фрагментарная и недостаточно гибкая. Правительству до конца текущего года следует разработать конкурентную тарифную политику с учетом всех видов транспорта. Жүк тасымалдаушылар рәсімдердің көп уақыт алатынын айтып, жиі шағымданады. Олар әр қызметті түрлі цифрлық жүйе арқылы рәсімдеуге мәжбүр. Тіпті бұрынғыдай қағаз толтырып, әуре сарсаңға түсіп жатады. Кейбір шекара және кеден бекетінде сапалы интернет жоқ. Бұл да жұрттың наразылығын туғызады. Осындай келеңсіз жағдайларды тез арада түзетуіміз қажет. Сонымен қатар, жасанды интеллектіні қолдана отырып, тасымалды басқарудың кешенді, көп бейінді цифрлық платформасын енгізу керек. Бұл жұмысты тездетіп аяқтау қажет. Қазан айының соңына дейін кеден және логистика қызметін көрсететін Smart Cargo бірыңғай цифрлық жүйесін іске қосқан жөн. Бұл жүйе инфрақұрылымды жеке компанияларға автоматты түрде бірдей қолжетімді етеді. Шекарадағы өткізу бекеттері жаңғыртылып жатыр. Биыл 8 бекет толығымен іске қосылады. Алдағы 3 жылда тағы 34 бекет жаңарады. Бұл өте ауқымды шаруа. Себебі кейбір бекеттердің сапасы сын көтермейді. Қазіргі заманның талабына сай келмейді. Еліміздің беделіне нұқсан келтіреді. Автокөлікпен жүк тасымалдауға арналған шекара маңындағы қызмет сапасын жақсартуды үкімет пен әкімдіктерге тапсырамын. Еліміздің бүкіл аумағында кедергісіз тасымалдау жүйесін қалыптастыру өте маңызды міндет. Транзиттік жүктердің жасыл дәліз қағидасымен еш тосқауылсыз өтуіне барынша жағдай жасау қажет. Жұрттың вагондардың жай күйіне көңілі толмайды. Астанада вагон құрастыратын зауыт іске қосылды. Бұл осы саладағы өзекті мәселелерді шешу үшін жасалған маңызды қадам болды. Озық халықаралық стандартқа сай жабдықталған заманауи жолаушылар вагонның жасауы шетел инвесторының қатысуымен қолға алынады. Соңғы жылдары авиация инфрақұрылымын жаңғырту үшін көп жұмыс істелді. Былтыр Алматы, Шымкент, Қызылорда қалаларында жаңа терминалдар ашылды. Жақында Зайсанда, Қатон-Қарағай және Кендірлі әуежай құрылысы аяқталады. Арқалық әуежайы қалпына келтіріп жатыр. Бұл жобалар аймақтардың экономикалық белсенділігін арттыруға ықпал етеді, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ басқа да бірқатар саланың дамуына серпін береді. Сондықтан бұл жұмыс өз жалғасын табады. Жалпы Торғай аймағының әлеуметтік экономикалық дамуы үкіметтің айрықша назарында болу керек. Тағы бір маңызды мәселе. Әуемен жүк тасымалдау ісіне айрықша назар аудару қажет. Несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов. Ранее я уже поручал удвоить объем обработанных авиагрузов. Этого можно добиться в первую очередь путем создания национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров. В условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции авиакарго является высокодоходным и крайне востребованным сегментом. Поэтому мы должны активнее развивать агрохабы, обеспечивать их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом требуется навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей. Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок.
Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов. Жалпы, мен бұған дейін бірнеше рет айттым. Қазақстан Евразиядағы көлік хабы болуға тиіс. Бұл стратегиялық маңызы зор міндет. Бұл жұмысқа осы салада табысқа жеткен үздік мамандар мен кәсіпкерлерді тарту керек. Бірақ негізгі жауапкершілік үкіметте. Тапсырманың орындалу барысын жылдың басында үкіметтің жылдық есебінен кейін арнайы жиналыста қараймыз. Тағы бір маңызды мәселе бұл туризм. Жалпы бұл салада біраз түйткілді мәселе бар. Шынын айту керек, кәсіби кадрлар тапшы. Осы саладағы бәсекеге қабілетіміз әлі де шамалы. Мен шілде айында туристік желілердің барлығын ретке келтіру туралы тапсырма бердім. Бұл жұмыс менің жеке бақылауымда. Жұрт жиі баратын демалыс орындарынан бөлек, болашағы зор басқа да бағыттардың әлеуетін арттыру маңызды. Міндеттердің ара жігін ажыратып алған жөн. Жергілікті атқарушы органдар әрдайым туризм инфрақұрылымын жан-жақты дамытуға баса мән беріп, осы жұмысқа жауапты болады. Ал шетелден туристер тарту мәселесі және отандық туризм саясатын заң тұрғысынан қамтамасыз ету орталық органдардың назарында болады. Осы орайда Алматы қаласы мен Алматы облысындағы тау туризмі мен тау шаңғысы туризміне арнайы тоқталғым келеді. Қазіргі таңда бұл бағыттағы ең өзекті мәселе заманауи инфрақұрылым салу. Егер осы міндетті ойдағыдай орындасақ, еліміздің курорттары жер жүзіне танылып, Қазақстанның бетке ұстар ұлттық бренді болмақ. Пятое. Ключевой фактор устойчивого развития – это модернизация и цифровизация жилищно-коммунальной и водной инфраструктуры. Из-за бездействия правительства и местных исполнительных властей на протяжении десятилетий жилищно-коммунальное хозяйство страны постепенно пришло в критическое состояние. Сейчас принимаются срочные меры, чтобы переломить ситуацию и добиться снижения износа инфраструктуры, в том числе путем либерализации тарифов, выстраивания новой модели управления энергетикой и инфраструктурой жилищно-коммунального хозяйства. Такая модель должна повысить надежность и качество услуг соразмерно росту тарифов. Здесь, безусловно, поможет концепция создания умных городов. Ее нужно масштабировать во всех регионах. Следует задействовать лучшие международные практики, пригласить компетентных управляющих, в том числе и иностранных. В современных реалиях модернизация жилищно-коммунального хозяйства невозможна без партнерства государства и бизнеса. Это аксиома. Следует по-новому рассмотреть целесообразность сохранения на балансе акиматов некоторых объектов ЖКХ. Поэтому государство должно заниматься контролем и регулированием отрасли, а модернизация инфраструктуры, внедрение технологий – задача местного сектора. Властные структуры обязаны обеспечить прозрачность инфраструктурных проектов, главным образом используя цифровые инструменты, что, безусловно, укрепит доверие граждан к правительству и акиматам. Модернизация коммунального хозяйства должна сопровождаться повышением энергоэффективности инфраструктуры и жилого фонда. В сфере ЖКХ предстоит установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы, стимулирующие бережное потребление. Что касается культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, то у нас, надо признать, здесь большие проблемы. Как говорится, конь не валялся. Это отдельное направление разъяснительной, даже идеологической работы среди граждан, особенно среди молодого поколения. Уже сейчас мы сталкиваемся с дефицитом природной воды, а уровень культуры потребления оставляет желать лучшего. О водной проблеме я скажу ниже. Особое внимание предстоит уделить сфере жилищного строительства, которое в последние годы показывает высокий темп роста. В 2024 году было введено в строй 19 миллионов квадратных метров жилья.
В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта. И правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства. Прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый строительный кодекс. Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие. Су мәселесін шешу, әлеуметтік тұрақтылықты сақтап, экономиканы дамытудың кепілі. Бұл ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін басты фактордың бірі. Біз соңғы 2 жылда осы саланың институционалдық негізін қалыптастырдық. Атап айтқанда, су кодексі қабылданды, арнайы министрлік құрылды. Бұл мекеменің алдында ауқымды міндеттер тұр. Оған үстірттің қарамау керек. Осы жұмыспен жүйелі түрде және жан-жақты айналысу қажет. Осыған орай кәсіби кадрларды дайындау керек. Су дипломатиясымен айналысатын мамандарды әзірлеу қажет. Қазір құзырлы органдарда еліміздегі су ресурстарының қолжетімді көлемі туралы нақты мәлімет жоқ. Кейбір каналдағы судың 50-60% далаға кетуде. Суды есепке алу технологиясы әбден ескірген. Суды бөліп тарататын орындарда қазіргі заманға сай құрылғылар жоқ. Шын мәнінде су стратегиялық маңызы бар ресурс. Сусыз өмір жоқ. Сондықтан бұл сала ұлттық цифрлық жаңғыру жұмысындағы басты бағыттың бірі болуға тиіс. Су ресурстарының бірыңғай цифрлық платформасын жасау керек. Платформада жасанды интеллект негізінде жер үсті және жер асты сулары туралы мәлімет жинақталады. Жоба іске қосылғанда гидрогеология мониторингі, яғни бақылау жұмысына қатысты мәселе толық шешімін табады. Осы жұмыс ұлттық су теңгерімін баланс қалыптастыру ісімен қатар жүргізілуге тиіс. Бұл ұзақ мерзімге арналған су саясатын жоспарлаудың аса маңызды тәсілі. Онсыз бұл салаға тиісті бақылау орнатып, инвестиция тарту мүмкін емес. Су үнемдейтін технологияны енгізу жұмысы баяу жүруде. Нақты нәтиже әлі жоқ. Бұл жұмысқа белгілі шетелдік компанияларды тартқан жөн. Сондай-ақ Қытайда жасалған әлемдегі ең озық технологияларды сатып алуға болады. Су тапшылығына байланысты қиындық болу мүмкін екені алдын ала ескертіліп жатады. Соған қарамастан, диқандар суды көп қажет ететін дақыл егуді азайтар емес. Тіпті егін суаруға қажетті суды еш рұқсатсыз, шартсыз бұрып алатын жайттар жиі кездеседі. Тағы бір келеңсіз жағдай бұл қара нарықтағы суды заңсыз сату я сатып алу. Құқық қорғау мекемелері бұл мәселемен айналысу қажет. Алайда аралға қатысты жақсы мысал бар. Әрине, теңіздің тартылуы Қазақстан үшін үлкен қасірет болды. Бірақ одан қорытынды жасалып, теңізді қалпына келтіру үшін жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл кешенді жұмыс 20 жылдан астам уақыт бойы үздіксіз жалғасуда. Соның арқасында солтүстік аралды сақтап қалдық. Оның айдыны 36%-ға ұлғайып, су көлемі 2 есе өсті. Су құрамындағы тұздың мөлшері 2 есе азайды. Бірақ аралды толтыру жұмыстары қарқынды жалғаса беруге тиіс. Каспий теңізінің тартылып бара жатқаны жұртты алаңдатып отыр. Тиісті шара қолданбасақ, бұл аса үлкен экологиялық апатқа айналу мүмкін. Сол себепті мен жақында Қытайда өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңейтілген отырысында осы маңызды мәселеге арнайы тоқталдым.
Ұйым аясында су мәселелері жөніндегі орталық құру туралы ұсыныс айттым. Каспий теңізі бір елдің ғана емес, бүкіл аймақтың тағдырына қатысы бар мәселе. Сондықтан жұмылып әрекет ету қажет. Үкімет Каспийдің су ресурстарын сақтау туралы мемлекет аралық бағдарлама әзірлеуді қолға алу керек. Оны серіктес мемлекеттермен келісу қажет. Бүгін біз су мәселесі бойынша дұрыс және орынды шешім табатын болсақ, ертең соның игілігін кейінгі ұрпақ көретін болады. Балаларымыз бен немерелеріміздің тағдыры біздің әрекетімізге тікелей байланысты болмақ. Қоршаған ортаға жанашыр болу, оған үлкен жауапкершілікпен және шынайы қамқорлықпен қарау ұлттық идеологияның өзегі болу керек. Былтырдан бері Таза Қазақстан жалпы ұлттық жобасы жүзеге асырылып жатыр. Бұл баршаңызға аян. Осы жұмысқа миллиондаған азаматымыз атсалысуда. Жұрт болып жұмылудың арқасында 860 мың гектардан астам аумақ тазаланды. 4 миллионнан астам ағаш отырғызылды. Осындай белсенді жұмысты жалғастыра берсек, аңсаған арманымызға жетіп, Қазақстан нағыз жасыл ел болмақ. Ал бұл келешек ұрпаққа керемет үлгі өнеге және өсиет болып қалары анық. Осы жұмысқа атсалысып жүрген азаматтарға, әсіресе жастарға ризашылығымды білдіремін. Тазалық мәдениетін қоғамда терең орнықтыру өте маңызды міндет. Осы бағытта үкімет экологиялық ағарту ісінің бірыңғай үлгісін енгізуге тиіс. Бұл жұмыс мектептен бастап жоғары оқу орындарына дейін барлық деңгейдегі білім мекемелерін қамту қажет. Шестое. Движущей силой цифрового развития должны стать предприниматели. Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости почти к 50%. Это неплохие показатели. Но без дальнейшего системного развития данного сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни. Не секрет, что из более 2 миллионов действующих субъектов малого бизнеса производством занимаются менее 6%. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше, но радостного оптимизма не вызывает. В прошлом году мною был подписан указ о мерах по дальнейшей либерализации экономики, который заложил фундамент для перехода к более открытой модели регулирования, ориентированной на бизнес. Но указ полностью не выполняется. В повестке дня по-прежнему стоит вопрос оживления предпринимательской инициативы, поэтому следует модернизировать правовую базу. В стране действует 21 кодекс и более 300 законов. Они перегружены поправками, которые зачастую противоречат друг другу и в конечном счете тормозят развитие бизнеса. Предстоит провести глубокую ревизию законодательства. Технологии искусственного интеллекта позволят сделать это быстро и эффективно. На базе Агентства по стратегическому планированию и реформам АСПИР будет создан Центр регуляторного интеллекта, задача которого станет наведение порядка в законодательстве, подготовка понятных и действенных решений. Надо заниматься не усложнением законодательства, а его адаптацией к нуждам предпринимателей и усилением персональной ответственности министров и акимов за конечный результат. Мне поступают сигналы, что государственные органы по-прежнему принимают максимально жесткие административные решения в отношении бизнеса вместо предупредительных мер. Это недопустимо. Важным инструментом защиты бизнеса от избыточных проверок должен стать реестр обязательных требований. Требуется ускорить его полноценное внедрение с дополнительной ревизией норм на соответствие предпринимательскому кодексу. Мы добились значительного прогресса в цифровизации госуслуг. Но для бизнеса бюрократические процедуры
для бизнеса. Бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер, препятствие. Цифровизация не выполняет своего предназначения. Ситуацию нужно срочно менять. В первую очередь в сфере налогового администрирования. Комитет государственных доходов обязан стать флагманом цифровизации среди государственных органов, эффективно применяя потенциал искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков. Эти системные шаги нацелены на создание принципиально новой сервисной модели взаимоотношений государства и бизнеса. Жаңа салық кодексі қазіргі нормалар мен рәсімдерді өзгертумен шектелмеу керек. Бұл құжат салық төлеушілердің ашықтық пен адалдыққа негізделген жаңа таным түсінігі мен болмысын қалыптастыруға тиіс. Мемлекет адал жұмыс істейтін салық төлеушілердің мүддесін қорғайды. Олардың адал еңбегінен түскен салықты елімізді дамытуға жұмсайды. Салықтан түскен әр теңге халықтың игілігіне жұмсалуға тиіс. Бұл азаматтарға сапалы мемлекеттік қызмет көрсетіліп, инфрақұрылым салынып, мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылу қажет деген сөз. Даму институттары кәсіпкерлердің белсенділігін арттыру ісінде айрықша рөл атқаруға тиіс. Бірақ олардың жұмысында біраз кемшілік бар. Даму институттарының қызметін өзгертетін кез келді. Шын мәнінде бұл құрылымдар нақты бір салаға бағытталған, терең талдау жасауға қабілетті және инвестиция салуға құқылы толыққанды даму институты ретінде жұмыс істеуге тиіс. Тағы бір өте маңызды мәселе. Мемлекеттің экономикадағы үлесін азайту көп жылдан бері өзекті міндет болып келеді. Мемлекеттік ұйымдар мен компаниялар негізсіз көбейіп, жеке кәсіпорындардың толыққанды дамуына мүмкіндік бермей отыр. Елімізде мемлекеттің үлесі бар ұйымдар саны 25 мыңға жуықтайды. Көпшілігінің қызметі мен құрылымы сын көтермейді, қисынға да келмейді. Қазір коммерциялық емес міндеттерді орындау үшін коммерциялық әдіс тәсілдер кеңінен қолданылып жүр. Соның салдарынан түрлі шығындар артып корпоративті органдар көбейіп кетті. Нақты нәтижеге назар аударылмайды. Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне үкіметпен бірлесіп, мемлекеттік секторды реформалау туралы нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын. Қажет болса, арнайы жарлық шығарамын. Бұдан бөлек, үкімет мемлекеттік мүлік туралы заңды жаңартуға тиіс. Заңда мемлекеттің экономикаға қатысу шегі нақты айқындалу керек. Сондай-ақ басқару ісіне қатысты құқықтық талаптар көрсетілу қажет. Седьмое. Цифровая масштабная модернизация экономики предъявляет новые требования к развитию человеческого капитала. И здесь особая роль отводится образованию. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» уже функционирует 150 школ. Из 217 запланированных. Строительство оставшихся школ должно быть завершено в течение 3 месяцев. Цифровые технологии стремительно меняют глобальный рынок труда. В мире увеличивается спрос на специалистов, владеющих навыками работы с искусственным интеллектом. Поэтому по моему поручению запущена программа AI Sana, призванная вовлечь до 100 тысяч студентов в высокотехнологичные проекты. Но формирование компетенций в области искусственного интеллекта должно начинаться значительно раньше, еще со школьной семьи. Осыған орай бір қатар бастаманы жүзеге асырған жөн. Ең алдымен мектеп оқушыларына арналған жасанды интеллект негіздері туралы бағдарлама және оқу материалдарын әзірлеу қажет. Ұстаздардың жасанды интеллект технологиясын меңгеру дағдысын қалыптастыру керек болады. Қашықтан оқыту тәсілі және жасанды интеллект технологиясы негізінде Қазақ Digital мектебі атты шағын жинақты мектеп үлгісін әзірлеуіміз қажет. Мұндай платформа ауылдағы оқушыларды сапалы оқу тәсілдермен
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Следует масштабировать опыт столицы по строительству центров развития детей с привлечением частного капитала. Многие предприниматели выражают готовность оказать помощь именно в этом вопросе, и акимам следует активнее вовлекать их в реализацию данных проектов. Еліміз білім экономикасына көшіп жатыр. Сондықтан ғылым, білім және инновация саласын басқару тәсілдерін өзара байланыстыру өте маңызды. Ғылым саласында әлде мемлекеттің үлесі басым. Бірақ бюджет қаржысының қайтарымы әлде шамалы болып тұр. Жаңа патенттер, технологиялар мен өндірістер сияқты көзге көрінетін нақты нәтиже жеткілікті емес. Инновациялық саясатты ғылым және жоғары білім министрлігінің құзырына берген жөн. Министрлік және ғылым академиясы бірлесіп, ғылыми институттар мен жоғары оқу орындарын үйлестіру ісімен белсенді түрде айналысу керек. Жасанды интеллектіні кеңінен қолданатын университеттерде көбірек дербестік беруге болады. Сонымен қатар, үкімет дарынды зерттеушілерді қолдау үшін қосымша шаралар қабылдауға тиіс. Білікті мамандарымызды елге қайтарудың тиімді тәсілдерін ойластырып, қолданысқа енгізу керек. Кадр тапшылығын жою үшін көші-қон саясатын да қайта қараған жөн. Шетелден елімізді дамытуға үлес қоса алатын мықты мамандарды ұлтына қарамай тарту өте маңызды міндет. Олардың Қазақстанда қалуына жағдай жасау керек. Себебі бізге білікті мамандар өте қажет. Әсіресе техникалық мамандықтарды меңгерген өз ісінің нағыз шеберлері керек. Қазіргі тілмен айтсақ, сапасы жоғары адами ресурстар қажет. Өйткені білікті саналы адамдар ұлттық экономиканың арқауы, ел болашағының кепілі. Елімізге кәсіби даярлығы жоғары, білікті жұмысшылар өте қажет. Бұл анық нәрсе. Сондықтан мен 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жарияладым. Қазір елімізде мыңдаған жұмыс орны бос тұр. Түрлі салада тіпті жалақысы едәуір жоғары жұмыс орындары бар. Бұл орындарды шетелден келіп жатқан адамдар толтыруда. Жыл сайын мыңдаған инженер, құрылысшы және ауыл шаруашылығы маманы оқуын бітіріп шығады. Оларға білім беру үшін мемлекет қомақты қаражат бөліп жатыр. Алайда көбі мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Олар арнайы білімді қажет етпейтін, тез табыс әкелетін жұмыстарды таңдайды. Әрине, жұмыстың жаманы жоқ. Адал еңбектің бәрі маңызды. Бірақ бұл үрдіс жеке адамға да, бүкіл елге де үлкен пайда әкелмейді. Азаматтардың өндіріске барғаны абзал. Экономиканың нақты саласында жұмыс істеуге ұмтылғаны жөн. Осыған мемлекет қажетті жағдай жасау керек. Жұмысшы мамандықтарына деген құрметті арттыра түсуіміз керек. Оларға лайықты жалақы төлеу қажет. Бұл мемлекетіміздің алдында тұрған негізгі міндеттің бірі. На качество прогнозирования и эффективность решений в сфере регулирования рынка труда и особенно миграции сильно влияет отсутствие централизованного учета. Правительству предстоит внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа. Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения всех граждан. Наглядный пример – город Астана. Только за последние 3 года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек. Из них в прошлом году почти на 100 тысяч человек. В этом году прирост может превысить и эту без того высокую отметку.
Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 миллиона жителей при официальной численности в 1,5 миллиона человек. Другими словами, более 400 тысяч человек, население, это население среднего по численности одного города, обслуживается столицей вне всяких планов. Под угрозой находится устойчивость систем теплоснабжения и водообеспечения города. Начиная с 2022 года в Астане нуждающимся было предоставлено почти 7 тысяч квартир. 7 тысяч квартир. Из них многодетным семьям было выдано 1380 квартир. Детям, сиротам 835 квартир. Людям с особыми потребностями 665 квартир. На фоне бездействия акимов ряда областей, пустивших излишки средств, полученных от поступления корпоративных налогов, на такие неэффективные проекты, например, выкладку брусчатки, люди, естественно, тянутся в столицу, где предоставляются такие социальные услуги и льготы. Данная ситуация сопровождается серьезными проблемами. В разы возросла численность социально уязвимых граждан. Расходы на социальную поддержку растут быстрее доходов бюджета. А доля социальных обязательств приближается к критическому уровню. Школьная инфраструктура в городе уже работает на пределе возможностей. Ежегодно требуется строительство до 15 новых школ. Сохраняется дефицит койко-мест и перегруженность поликлиник. Акимат вместо создания условий для опережающего развития города вынужден, я повторяю, вынужден направлять значительные ресурсы на социальные расходы, которые в городском бюджете уже занимают 60%. Для исправления ситуации требуются кардинальные меры. Нужно срочно провести детальный анализ причин миграционного оттока из регионов в столицу, принять решения, направленные на создание альтернативных центров социального и экономического притяжения в стране. Следует внедрить принцип «деньги идут за гражданами», перераспределить финансирование социальных обязательств регионов. Предстоит также унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны. Близорукая примиренческая социальная политика государства привела к появлению более 100 разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые помогайки, вы это знаете. До сих пор платим и оказываем медицинские услуги участникам конфликтов на территории бывшего Советского Союза и за его пределами. Советский Союз уже как 35 лет не существует, а ветераны молодеют и множатся. Нужно понимать, что государство не отказывается от выполнения своей базовой функции. Но искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития, а именно от строительства школ, больниц, транспортной инфраструктуры и многого другого. В свое время наши социальщики придумали новую категорию, подлежащую льготным выплатам – неполные семьи. В результате резко выросло количество разводов. По этому показателю мы даже в свое время вошли в группу мировых антилидеров. Таких примеров немало. Мы сами поощряем лень и иждивенчество. А зачем работать, когда можно получать выплаты, в том числе адресную социальную помощь, чуть ли не на каждого члена семьи? Другими словами, вместо рациональных решений в социальной сфере правительство на протяжении как минимум 15 лет по сути занималось поощрением социального иждивенчества и, надо прямо сказать, социального мошенничества. Критически важно заняться детальным изучением демографических тенденций, принимать решения, рассчитанные на многие годы вперед. Но в этой сфере также не налажен должный учет и анализ данных, что затрудняет прогнозирование потребностей рынка труда, планирование развития инфраструктуры и решение других важных задач.
На базе АСПИР следует создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с внедрением инструментария больших данных и технологий искусственного интеллекта. Тенденции в демографии и на рынке труда диктуют необходимость пересмотра подходов и к пенсионной системе. Наблюдается низкий уровень пенсионных накоплений, особенно среди самозанятых. Правительству совместно с Национальным банком и АСПИР следует принять меры для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсии. Азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыру мәселесі әлде өзекті. Осы ретте Аманат партиясы ұсынған қарызсыз қоғам жобасын жүзеге асыруды жалғастыру керек. Былтырдың өзінде осы жоба аясында 845 мың адам сауатын жетілдіріп, заңгерлік кеңес алды. Түпкі мақсат халықтың мойнындағы қарызын азайту ғана емес, азаматтардың табысы тұрақты болуын қамтамасыз ету. Мемлекет денсаулық сақтау жүйесін дамыту үшін жүйелі шаралар қабылдап жатыр. Елімізде медицина нысандары біртіндеп жаңғыртылуда. Ауылдағы фельдшерлік, акушерлік пункттерден бастап мамандандырылған ауруханаларға дейін жаңартылып жатыр. В рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения построено 540 объектов, и до конца текущего года ожидается ввод 115 объектов. В городах введен ряд крупных объектов здравоохранения. К примеру, онкологический центр в Астане, научный центр инфекционных болезней в Алматы, и при этом без бюрократической волокиты необходимо запустить уже построенные многопрофильные больницы в различных регионах и продолжить строительство новых подобных объектов, в том числе с привлечением частных инвестиций в рамках механизмов ГЧП. Тогда гражданам не будет нужды мигрировать в Астану. Басқа да бағыттар бойынша жұмыстарды жандандыру керек. Соның ішінде фармацевтика өнеркәсібін дамытуға баса мән берген жөн. Өзімізде жасалатын дәрі-дәрмектің түрі мен санын көбейту стратегиялық міндет. Бұған әсіресе пандемия кезінде әбден көзіміз жетті. Под вопросом остается финансовая устойчивость системы здравоохранения и эффективность мониторинга медицинских услуг. В условиях ограниченных финансовых ресурсов Фонд социального медицинского страхования фактически выполняет роль бюджетного регулятора, сдерживая расходы за счет усиленного контроля за поставщиками. И правительству предстоит выстроить новую систему мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта. Елімізде дәрігердің мәртебесін көтеріп, әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін нақты шаралар қабылданып жатыр. Бұл жұмыс өз жалғасын табады. Халықтың өмірі мен денсаулығына тікелей әсер ететін тағы бір түйткіл бұл жол қауіпсіздігі. Мен былтырғы жолдауда бұған арнайы тоқталдым. Әрине, біраз шаруа жасалып жатыр. Соған қарамастан көлік апаттары азаймай тұр. Жыл басынан бері 22 мыңнан астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Шын мәнінде көп нәрсе көлік жүргізушілерінің өзіне байланысты. Себебі жол ережесін бұзатындар да аз емес. Каждый человек должен осознавать свою ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих людей. Необходимо всем обществам формировать культуру вождения. Следует обратить внимание на электросамокаты. Эта тема оживленно обсуждается в обществе. 2 года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась. Граждане все еще подвергаются опасности. Қазір бұл саланы реттейтін заңға түзетулер әзірленді. Оны көп созбай қабылдау керек. Әрбір азаматтың, әрбір баланың өмірі қымбат. Бұл мәселеде ұсақ түйек деген болмайды. Түптеп келгенде, мұның әрқайсысы қауіпсіз Қазақстанды құру жолындағы маңызды қадамдар.
Келесі мәселе, бұл жасанды интеллекті дәуіріндегі мәдениет пен өнердің дамуы. Осы салаға бұрынғыдай айрықша мән береміз. Тиісті инфрақұрылымды саламыз және қажет болса жөндеуден өткізіп қалпына келтіреміз. Өнер адамдары еліміздің мәдениетін, салт дәстүрін шетелге паш етіп жатыр. Бұл құрметке лайық жұмыс. Сондықтан мәдениет қайраткерлеріне қажетті қолдауды көрсетеміз. Бірақ олар жаңа заманның талабына бейімделіп жұмыс істеу керек. Баршаңызға мәлім, мен бұқаралық спортты дамытуға баса мән беремін. Аймақтарда спорт нысандары бой көтеріп жатыр. Үйірмелер балаларға қолжетімді бола бастады. Ерекше қажеттілігі бар азаматтарға және егде адамдарға арналған спорт клубтары ашылып жатыр. Сондай-ақ кәсіби спорт саласында оң өзгерістер болып жатыр. Мен бұған дейін шетелден келген спортшыларға бюджеттен қаржы бөлуді шектеу туралы тапсырма бердім. Депутаттар бұл бастаманы қолдап, арнайы заң қабылдады. Бірақ мұнымен шектеліп қалуға болмайды. Алға қарай жүруіміз керек. Необходимо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня 4 казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это я им выражаю благодарность. Но коммерциализацию футбола нужно продолжать. Без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развития. И профессиональный спорт надо рассматривать и как бизнес-индустрию, которая в современном мире приносит солидный доход. Обнародованные мною задачи критически важны для дальнейшего динамичного развития Казахстана, и они тесно связаны с цифровой модернизацией страны. Ключевым компонентом нашего стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальная цифровизация, которые могут кратно усилить потенциал страны во всех сферах. Запуск суперкомпьютера в нашей стране – это, конечно, успех. Но он должен рассматриваться правительством и всем обществом как только начало интенсивной многоплановой работы по превращению Казахстана в подлинно цифровое государство. Для эффективной реализации этой цели правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации искусственного интеллекта Digital Kazakhstan, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию. Вместе с тем, глубинная цифровая трансформация страны – это лишь путь к улучшению жизни наших граждан. Мемлекет әр азаматтың лайықты табыс тауып, сапалы әлеуметтік қызмет алып, ертеңгі күніне сенімді болу үшін барынша жағдай жасай береді. Себебі қолға алынған барлық реформа бір ғана мақсатты көздейді. Бұл халықтың әл-ауқатын арттыру және елдің жан-жақты өрлеуін қамтамасыз ету. Еліміздің халықаралық беделін арттыру жолындағы күш-жігеріміздің түпкі мәнінде осы. Уверен, сбалансированная, конструктивная внешняя политика, соответствующая стратегическим национальным интересам нашего государства, принесет большую пользу устойчивому социально-экономическому развитию Казахстана в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Тот факт, что многие страны хотят развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, говорит об авторитете, востребованности нашего государства на международной арене. Казахстан вносит свою лепту в решение важных международных проблем, ценит сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, как с соседними, так и далекими от нас. На днях состоялся мой официальный визит в Китай, где прошли плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений, развивающихся в духе вечного стратегического партнерства. Успешными были мои визиты в Турцию и Кыргызстан. В конце года состоятся
мои официальные визиты в Россию, Узбекистан. Готовимся принять в Астане руководителя Азербайджана, Армении, Туркменистана. Запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских, европейских, африканских стран. И активно развивается казахстанско-американский диалог. Развиваем многоплановые контакты с Европейским Союзом. Текущий год выдался насыщенным памятными датами. Это прежде всего 80-летие окончания Второй мировой войны. Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявление вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной в истории человечества войны, как предостережение от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт. Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы. Худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве президента Трампа. Вторая знаменательная дата – это 80-летие Организации Объединенных Наций, ставшей основополагающим институциональным воплощением итогов Второй мировой войны. ООН по-прежнему не имеет альтернативы и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем. В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа Совета Безопасности. И в скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстана международной ситуации, в том числе предложения по реформированию Организации Объединенных Наций. Қадірлі отандастар, заң және тәртіп мемлекетіміздің мызғымас тұғыры. Қоғамда осы қағиданы түбегейлі орнықтыру үшін барлық құзырлы органдар арасында ортақ көзқарас пен ортақ ұстаным болуға тиіс. Бұл ең алдымен ешқандай құқық бұзушылыққа жол бермеу қағидасы, яғни кез келген заңсыздыққа қарсы тұру деген ұстаным. Сондықтан мемлекеттік органдардың осы бағыттағы жұмысын барынша қолдау қажет. Сонда ғана елімізде құқық бұзушылыққа, озбырлық пен зорлық-зомбылыққа қарсы сана сезім қалыптасады, қоғамға жат кез келген әрекетке төзбеушілік пайда болады. Ашығын айтуымыз керек. Қазіргі таңда адамдарда дөрекі сөйлеп, бір-біріне ерегесіп, жаға жыртысатын әдет бар. Осындай келеңсіз оқиғаларды әсіресе қоғамдық орындарда, жол бойында жиі көруге болады. Өкінішке қарай, солардың ішінде айқай-шу шығаратын, балағат сөздерін айтып, қоғамдық тәртіпті бұзатын әйелдер де бар. Бұл мәдениетті, өркениетті қоғамға жараспайтын қылық еліміздің халықаралық қоғамдастықтағы беделіне зиян келтіретін құбылыс. Озық ойлы ұлт болу үшін мұндай жағымсыз әдеттен түбегейлі арылуымыз керек. Ұлы Абай, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп бекер айтпаған. Мәдениет пен әдеп, тәрбие мен тәлім әрбір азаматтың, әрбір отбасының өзінен басталуы қажет. Қазіргі бұлыңғыр заманда ең басты міндет еліміздің егемендігін, жеріміздің тұтастығын нығайту. Ол үшін бірлігіміз бекем болу керек. Халқымыз тату болса, ішкі ахуал тұрақты болса, біз барлық қиындықты жеңеміз, кез келген кедергіден өтеміз. Сондықтан жұртымызды ел тыныштығын бағалай білуге, сақтай білуге шақырамын. Әрбір азамат мемлекетшіл, отаншыл болу керек. Бүгінде патриотизм деген сөздің сипаты, мазмұны өзгеріп жатыр. Бұрын бұл ұғым
негізінен дәстүрлі құндылықтармен өлшенетін тіл, мәдениет, руханият мәселесі ұлттық мүдденің өзегі ретінде саналатын. Әрине, бұл дұрыс, әрқайсысы ұлт болмысының арқауы. Оны бізден ешкім тартып алмайды. Оған алаңдауға еш негіз жоқ. Қазіргі көкірегі ояу жас ұрпақ отаншылдық деген сөзді басқаша қабылдайды. Жастардың басым көпшілігі әсіре діншілдікті, әсіре ұлтшылдықты қолдамайды. Олар үшін патриотизмнің басты көрсеткіші жасампаздық пен жаңашылдық. Жастар елді сүю дегеніміз халыққа пайдасы тиетін жаңалық ашу, жаңа іс бастау деп түсінеді. Олар Қазақстанды дамыған, көркейген мемлекет ретінде көргісі келеді. Заманауи технологияларды меңгеріп, халқымызды озық ойлы ұлттардың қатарына қосуға талпынады. Өскелең ұрпақтың бойындағы патриотизм болашаққа деген шынайы ұмтылыс. Бұл қоғам санасында болып жатқан өзгерістің айқын көрінісі. Мен мұны толығымен қолдаймын. Жастардың күш-жігеріне, олардың дарыны мен біліміне сенемін. Біз кеше кім болғанымызды ұмытпаймыз. Төл тарихымызға құрметпен қараймыз. Ал келешекте кім болатынымыз тек қана өз қолымызда екенін жақсы түсінеміз. Сондықтан ғылым білімге ұмтылған, елін жерін көркейтуді ойлаған жастарға әрдайым жан-жақты қолдау көрсете береміз. Біз қолға алған ауқымды жұмыстың бәрі жастардың жарқын болашағы үшін жасалып жатыр. Өскелең ұрпақ ертең соның игілігін көреді. Оны еселеп, лайықты жалғастырады. Қазір жер жүзінде болып жатқан түбегейлі өзгерістерге жастар тез бейімделеді. Соның ішінде жасанды интеллектінің жаңа дәуірдегі орны ерекше. Хаким Абай, адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деп айтқан. Бұл нақыл сөзге мемлекет басшысы ретінде қосарым. Өркениетті әрі озық елдің заңы әділ, билігі білікті, ал азаматтары саналы және белсенді болары хақ. Мемлекет деңгейінде қабылданған әрбір шешімнің мән маңызы ең алдымен халықтың тұрмысын жақсарту, экономиканы тұрақтандырып, әлеуметтік әділдік орнату үшін жасалған. Нақты істермен өлшенуге тиіс. Сонда біз жаңа тұрпатты мықты ел боламыз. Қазақстан жан-жақты түбегейлі реформалардың арқасында дамудың даңғыл жолына түсіп келеді. Алда қарқынды жұмыс күтіп тұр. Біз бағдарымыздан айнымай, тек алға қадам басымыз керек. Құрметті отандастар, бүгін мен еліміздің жасанды интеллект негізінде әлеуметтік экономикалық дамуына айтарлықтай оң ықпалын тигізетін жаңа саяси реформа туралы ойымды ортаға салғым келеді. Бұл жерде парламенттік реформа туралы айтқалы тұрмын. Жоғары өкілді билік тармағына қатысты реформаны бұған дейінгі барлық өзгерістің, соның ішінде президент билігіне қатысты өзгерістердің заңды жалғасы деуге болады. Біз әділетті Қазақстанды құруға кірістік. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес билік пен халықтың арасында ашық әрі бүкпесіз диалог орнатып жатырмыз. 2022 жылы маусым айында елімізде жалпы ұлттық референдум өтті. Онда азаматтарымыздың басым көпшілігі күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет тұжырымдамасы негізінде мемлекетімізді жан-жақты жаңғырту стратегиясына қолдау білдірді. Соңғы жылдары
Қазақстанда тіпті шетелдерде болып жатқан оқиғалардың өзі біз таңдаған бағдардың дұрыс екенін көрсетіп берді. Дегенмен, бір жерде тоқтап қалуға болмайды. Біз еліміздің және кейінгі ұрпақтың болашағын тереңнен ойлауымыз керек. Менің жылдың басында Ана тілі газетіне ауқымды сұхбат бергенімді білесіздер. Онда реформа ұдайы жүретін үдеріс. Қоғамда нақты сұраныс болса, жаңа реформалар әзірленеді деп айттым. Елімізде парламенттік реформа мәселесі кемінде 20 жылдан астам уақыт бойы айтылып келеді. Осы мәселе ашық та, жабық та талқыланып жүргені ешкімге құпия емес. Бұл тақырып әлі күнге дейін өзекті болып отыр. Сондықтан мемлекеттік жүйе дамып, азаматтарымыздың саяси мәдениеті өсіп келе жатқанын ескере отырып, бұл мәселені халықтың талқысына салу айрықша маңызды деп санаймын. Сенат 1995 жылы елімізде күрделі әрі тұрақсыз саяси жағдай болып тұрған сәтте парламенттің жоғары палатасы ретінде құрылды. Ол кезде мемлекеттігіміздің негізі енді ғана қалыптаса бастаған аса қиын жолдың басында тұрған едік. Сенатқа мемлекет құру ісіндегі тұрақтылықты қамтамасыз ету тарихи міндеті жүктелді. Өткен 30 жылда Сенат өзінің осы аса маңызды тарихи миссиясын абыроймен тиімді атқарып шықты. Жоғары палата заң шығару үдерісінің басқа да негізгі реформалардың айрықша маңызды тетігі әрі кепілі болып келеді. Мен Сенатқа 10 жыл басшылық еттім. Баршаңызға мәлім. Бұл жұмысты қашанда зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік деп санадым. Сондықтан маған осы мінберден парламенттік реформа туралы айту оңай емес. Соған қарамастан, мен дәл бүгін елімізде көп ұзамай бір палаталы парламент құру туралы бастама көтергім келеді. Бірден айтайын, бұл өте маңызды мәселе. Оны асығыс жүзеге асыруға болмайды. Бұл реформа азаматтық секторда сарапшылар ортасында, сондай-ақ әрине қазіргі парламентте жан-жақты талқылану қажет. Реформаның мән маңызы айрықша екенін ескерсек, оны талқылауға 1 жыл уақыт керек деп ойлаймын. 1 жыл. Содан кейін, яғни 2027 жылы жалпы ұлттық референдум өткізуге болар еді. Содан соң Конституцияға тиісті өзгеріс енгізе аламыз. Мен мемлекеттің тағдырын айқындайтын барлық мәселе халықтың келісімімен ғана шешіледі деп бұған дейін бірнеше рет айттым. Егер бір палаталы парламент құру қажет деген ортақ шешімге келсек, ондай парламентті тек қана партиялық тізім бойынша сайлаған жөн деп санаймын. Бұл әлемде кеңінен тараған парламенттік рәсім. Осылайша, мәжілістің қазіргі құрамы барлық заңдық рәсімдер аяқталғанша өз ісімен айналыса береді. Сенат жалпы ұлттық референдумның қорытындысы шығып, жаңа парламент сайлауы өткенге дейін алаңсыз жұмыс істейді. Ал саяси партиялардың бәсекелі тартысқа дайындалуына уақыты болады. Депутаттарымыз нағыз мемлекетшіл азамат ретінде бұл мәселеге зор
жауапкершілікпен әрі түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Түптеп келгенде, саяси реформалардың бәрі еліміздің бір тұтас институционалды жүйесінің ажырамас бөлігіне айналады. Әрине, заңды сұрақ туындау мүмкін. Президент парламенттік реформа жасау қажеттігі туралы неге соншалықты ерте жариялап жатыр, әйтпесе саяси технологияның қағидасына сәйкес мұндай шаралар тосыннан күтпеген жерден жасалады емес пе? Бірақ мен осыған дейін де айттым. Тағы да қайталап айтамын. Мен еліміздің және халқымыздың тағдырына қатысты қандай да бір мәселеге келгенде тек қана ашық саясат жүргізу керек деп санаймын. Мұндай ауқымды реформаны қоғамнан құпия ұстауға болмайды деп есептеймін. Осындай тағдырлы мәселелер бойынша халықпен ашық сұхбат жүргізу қажет деп сенемін. Сонда ғана бәріміз бір ел болып, әділетті және қуатты Қазақстанды құру жолында тағы бір маңызды қадам жасаймыз. Баршаңызға амандық табыс тілеймін. Қазақстанымыз мәңгі жасай берсін.